Білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры 3 ауысымды апатты мектептерді оқушы орны тапшылығын жою мақсатында құрылды. Іріктеу 11 басымдық бойынша жүргізіледі. Ең алдымен бұрын басталған мектептердің құрылысына аяқтауға басымдық беріледі. Бүгінгі таңда қор 62 мектептің құрылысына қаржы бөлді. Қаражат жергілікті атқарушы органдардың есеп шотына аударылды. Жаңа оқу жылының басында қор есебінен 25 мыңға жуық оқушы орны бар 13 мектеп пайдалануға берілді. Білім беру нысандарының 6-ы Алматы облысында, 3-і Астана қаласында, 2-і Қызылорда облысында және бірден Батыс Қазақстан мен Жамбыл облыстарында салынуда. Айта кетейік, мемлекет жыл сайын мектептерді салу мен жаңғыртуға қаржы бөліп келеді. Оқу жылының басынан бері елімізде 55 мың орындық 39 жаңа мектеп ашылды. Жаңа оқу жылында барлығы 132 мың орындық 154 мектепті пайдалануға беру жоспарланып отыр. Бұл 12 апатты және 29 3 ауысымды мектеп мәселесін шешеді. Бұдан басқа жайлы мектеп ұлттық жобасына іске асыру басталды. Оның аясында 740 мың орындық 369 мектеп салу жоспарланып отыр.